2 күнге созылған Құран кәрімді жатқа және мәнерлеп оқудан 10-шы республикалық байқау мәресіне жетті. Сайыстың 2-ші күні толықтай Құранның 30 парасын жатқа оқу номинациясы бойынша өтті. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. 2 күнге жалғасқан қариялар байқауы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Пандемияға байланысты байқау 2 күн бойы Мұнара ТВ телеарнасынан тікелей эфирде, Муфтият Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы YouTube арнасынан және Муфтияттың Инстаграмдағы ресми парақшасынан онлайн көрсетілді. Құранның 30 парасын жатқа оқу номинациясы бойынша бүгін 5 үздік шыққан қари таңдап алынды. Осылайша олар өзара қайта сайысты. 74 үміткер бақ сынаған байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, Түркістан облысының құрметті азаматтары мен ел ағалары, сондай-ақ дін жанашырлары, жарысқа демеушілік жасаған Бахардин Әбіләзимов арнайы қатысты. Байқауға қазылық жасаған елімізге белгілі қарилар жарыс деңгейінің өскенін айтады. Жылдан жылға бізде әрине бұл жарыс күшейіп жатыр, балалар күшейіп отыр. Бұл біз деген бізге кішкене жүре болғаннан кейін бізге салмақ түсіп тұр да, балалардың қиындығы, оны таңдау, олардың ішіндегі ең мықтысының жақсыны халыққа көрсетіп жеткізу беру біздің міндетіміз болғандықтан бізге өте жылдан жылға салмақ түсіп отыр. Мен түсе берсін, ризамыз, Алла күш қуат берсін. Түркі дүниесінің астанасы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өткен қариялар байқауының биылғы жүлде қоры қомақты болды. Осылайша қазылар алқасының шешімімен 4 аталым бойынша жеңіс тұғырынан көрінген жеңімпаздар марапатталды. Мәнерлеп оқу бойынша 1-ші орын Қуаныш Сейтхановтың еншісіне кетті. 10 пара бойынша 1.500.000 теңгені Гиешжан Әбдіқадыров еншіледі. Ал 20 пара бойынша 1-ші орын 2 миллион теңге Жезқазғаннан 9 жасар Нұртілеу Сейтқасымға бұйырды. 30 пара бойынша бас жүлде автокөлік Шымкенттен Әлібек Жалиевтің еншісіне бұйырды. Бәрекелді, 1-ші орын, биылғы 1-ші орын, иншалла автокөлік. Осы шараны ұйымдастырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының орталық аппараты және Түркістан облысының бас имамы және Түркістан облысының дін қызметкерлеріне ерекше алғысымды айтқым келеді. Осы шараға бірнеше апталар бұрын дайындалып, күндіз-түні қызмет жасап жатқан баршаңызға Алла разы болсын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен 2 күнге созылған қарилар байқауы өз мәресіне жетті. Алла тағала жас күн Құран жаттаумен өткізген қариларымызға бір өзі жар болып, ізбасарларын көп қылғай. Созамыз Алла разы болсын, ата-аналарымыздың сағымыздың арқасы. Қазақстанда қарилар көбейе берсін иншалла. Аллаху акбар.